Бүгін Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің концерттік залында алғаш рет үздік әнші байқауы ұйымдастырылмақшы. Өнер студиясының үздік әншісі атағына кім лайықты? Нағыз өнерпазды бірге анықтайық. Байқау университетімізде алғаш рет өнер студиясының музыкалық жетекшісі Айдана Өміржанның ұйымдастыруымен өтті. Байқауға кастингтен сүрінбей өткен 12 әнші қатысты. Көптен күткен жобаның шымылдығы да түрілді. Алғаш болып сахнаға ақпараттық технологиялар факультетінің 2-ші курс студенті Фируза Сәлімжан шықты. Одан кейін гуманитарлық әлеуметтік факультетінен Нұрсұлтан Қасым, Ерсұлтан Жақсыбай, Эльмира Егізбай, заң факультетінен Ернұр Қуанышбек, Аида Алпысбай, Әлшер Шаймағанбетов, ақпараттық технологиялар факультетінен Мөлдір Бақтиярова, экономикалық факультетінен Ақжол Кәрім, Іңкәр Құрмантай, ветеринария және мал шаруашылығы факультетінен Ұлпан Жұмабек, Ғалия Садыбековалар өнер көрсетті. Қатысушылар туған жер, махаббат тақырыптарында ән шырқады. Әсіресе туған жер деп аталатын Ақжол Кәрімнің орындауындаған патриоттық сезімді оятса, Ернұр Қуанышбектің орындауындағы Ол көктем оралмайды әні жүректерді тебіретті. Байқау тартысты өтті. Көрермендер өздерінің сүйікті жұбына концерт соңына дейін жанкүйер болды. Бүгінгі байқау өте керемет өтті. Бүгін керемет әсер алдым. Бұл байқау өте керемет бастама. Бұл игі бастама, яғни келесі жылдарда осындай байқаулар болып тұратынына сенемін. Асыға күткен байқау қорытындысы жарияланды. Байқау жеңімпазы болып Ерсұлтан Жақсыбай танылды. Ал көрермен көзайымы Ұлпан Жұмабек атанды. Қатысушылардың барлығы демеушілерден бағалы сыйлықтармен марапатталды. Барлық қолдау көрсеткен достарыма, жанкүйерлерге өте рахмет. Жарыс жоғары деңгейде өтті. Бүгінгі міне барлық қатысушылар негізгі жеңіске лайықты. Бап пен бақ қатар шауып, менің жеңіппін, рахмет. Барлығы үшін рахмет. Алғаш рет ұйымдастырылған байқау келесі жылдарда да жалғасын таппақ. Ендеше игі бастама құтты болсын. Кәмшат Қойшыбек, Самат Ерсайын, арнайы жастар ТВ үшін.